Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін бізде міне бүгінгі бірінші табыс. Қараңыздар, осындай кресик шықты. Артқы бетінде «Спаси и сохрани» деп жазылып тұр. Ал мына бетінде осындай суреті бар. Міне достар, одан кейін осындай 3 түйін таптым. Және қараңыздар, тағы бір сақина шықты. Мыстан жасалған болу керек. Әзірге осы. Міне достар, бізде кезекті табыс. Бұл бізде төс белгі. Краскасы бәрі жақсы сақталыпты. Міне достар, қасымдағы камера тауыпты. Осындай Әдемі. алтын сақина. Красивая. Құтты болсын. Судың жағасынан осындай жұлдызша таптым. Киімге ма бір жерге қысық қойған болу керек. Міне судың ішінен 96 деген сигнал болды. Және қараңыздар, не шыққан. Алюмин қасық. Міне достар, қараңыздар. Міне жағалау міне ғой. Ал анау судың ішінде очки жатыр. Соны қазір алып көретін боламыз. Очки жатыр. Достар, қараңыздар. Очки сап-сау. Міне достар, жанындағы камерада тағы бір қызық бір зат тауыпты. Көрейік не екен. Алқа екен. Қазақша алқа болу ма? Кулон. Кулон. Басында алтын бар. Өте әдемі екен. Тастары бар. Құтты болсын. Міне достар, бізде кезекті 50 теңге. (2002 жылғы). Және мен біраз тиын таптым. Және оны сіздерге көрсетіп жатқан жоқпын. Себебі тиындар өте көп шығып жатыр. Ура, достар, қараңыздар. Наконец-то бүгін кешкейін жүріп
түк таппай қараңыздар. Ергіп жүріп, әшейін бір сигнал қаза салып ем. Қып-қызыл тасы бар екен. Мәссаған достар, қараңыздар. Наконец-то 2022 жылдың алғашқы алтыны міне. Ура! Өте әдемі екен. Қайта күрекпен ұрып жүрмеппін. Достар, судың жанына келдім. Алтынды жууға. Қолым қатып қалды. Міне, қараңыздар. Өте әдемі, жып-жылтыр. Мүлдем татпас бопты. Осы жақында түскен болу керек, немесе пробасы жоғары болуы мүмкін. Пробасын оқып көрейік. Проба көрінбейді, достар. Проба жазылмапты. Міне, қараңыздар. Өте әдемі. Қып-қызыл тасымен мәссаған. Бұндайлар көп болып шықпағалы. Айтпақшы, міне достар, бүгін қандай режиммен іздегенімді айтпаппын. Сол себептен көрсетіп қояйын. 2 тонн, 192, дискрим 13, және частота 14. Осындай режим. Мен қайтып бара жатырмын. Және міне осындай темір тауып алғам. Ауырлау темір. Міне достар, бүгінгі мен табысым осында. Қазір көрсетейін сіздерге. Мұнда бізде Қазақстанның теңгелері 140 теңге болды. Және мынаншама кеңестік тиындар. Және көзілдірік қара. Осындай. Бүкіл жері сауып істеп тұр. Және бұның сырылған жерлері бар, міне. Және де краскасы да кеткен жерлері бар. Осындай. Және міне осындай КСРО-ның кезінде мектепке алғаш қадам басқан оқушылардың киімдеріне осындай төсбелгі тағылатын болған. Және міне осындай мыстан жасалған жіңішке сақина. Және алюминнен жасалған осындай крест кулон. Және міне осындай алтын сақина. Өте таза күйінде шықты. Ешқандай дат басу, ондай ештеңе болмаған. Қараңыздар, жылтырауыдар тастары. Осындай өте әдемі қызыл рубин деген тасымен. Осындай. Салмағы 3-4 грамм болды. Осындай. Бұның пробасы мен ойымша 585 болады, немесе одан жоғары болу керек. Себебі өте таза болып тұр. Міне достар, бүгінгі мен видеом осымен аяқталды. Егер ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және де міне мынау алтынның пробасын қалай анықтауға болатын білетін адамдар болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Және сау болыңыздар. По дороге в безоблачную даль уходит
Ходим мы с тобой, манит древняя истина в мечтах. Лопаты за спиной, надвигается утром новый день, и мы идем вперед. Металлоискатель нас ведет.